Құрметті көрермендер, бүгін біз 2023 жылғы шытырман әрі қорқынышты кабук фильмін талқылаймыз. 8 жастағы Питер түн сайын жатын бөлмесінің қабырғасынан естілетін жұмбақ тарсылдан мазасызданады. Ол анасын оятып тексеруді сұрайды, бірақ ештеңе табылмайды. Питердің отбасы қала маңындағы ескірген коттеджде тұрады. Кешкі ас кезінде ол Хеллоуин туралы сұрайды, бірақ ата-анасы қарсы болады. Әкесі оған Хеллоуинде тәттілер жеп, жоғалып кеткен көрші қыз туралы әңгіме айтады. Питер қорқады, бірақ анасы оған бұл оның басына келмейтініне сендіреді. Питер ұйықтап жатқанда, жатын бөлмесінің қабырғасында біреу оның атын атап жатқандай ерекше дөңес пайда болады. Ол көмек сұрап айқайлайды. Әкесі тексеріс жүргізіп, оны егеу құйрық деп ойлайды. Келесі күні ол Питерді егеу құйрық уын алуға апарады. Питер егеу құйрық уы даршынның иісін сезеді. Дәл осы сөзі кейін өзінің түбіне жетеді. Әкесі оған кейде отбасыңды қорғау үшін қиын шешімдер қабылдау керек екенін айтады. Мектепте мұғалім Питердің салған суретіне байланысты үйге келеді. Карла суретті көріп, Питерді тым шектен шықты деп ойлайды, әрі мұғалімнен екінші рет бұлай қайталанбайтынына уәде береді. Анасы оның қиялы тым шектен шыққанын айтып, мұндай қиял қиындық әкелуі мүмкін деп ескертеді. Питер қайтадан қабырғаның ар жағынан дауысты естиді. Алғашында оны өз қиялым деп ойлайды, бірақ дауыс өзін қыз деп таныстырып, дос болғысы келетінін айтады. Досы жоқ Питер оны қалдыруға келіседі. Екеуі ұзақ сөйлеседі. Питердің мектепте салған Хеллоуин асқабақ суретін мұғалім мақтайды, бірақ сыныптасы оны итеріп жіберіп, жаншып тастайды. Сол түні Питер жылағанда, қыздың дауысы естіліп, көмек керек пе деп сұрайды. Келесі күні сыныптасы кешірім сұрап, Питерге жаңа асқабақ береді. Питер өзін еркін сезінеді. Қыздың дауысынан жігерленіп, ол сыныптасын мектептен кейін баспалдақтан итеріп жіберіп, аяғын сындырады. Куәгерлер бар, ал Питер оқудан шығарылуы мүмкін. Питердің анасы әкесіне суреті туралы айтады. Питер дауыстарды шынымен ести алатынын түсіндіреді. Әкесі ашуланып, тоңазытқышты итеріп ашып, кішкентай есікті ашады, сонда жұмбақ жертөле пайда болады. Бірақ осы уақытқа дейін жертөленің бар екенін Питер білмейтін. Әкесі Питерді сол жерге апарып, бөлменің ортасына отырғызады. Анасы жылап, оны сүйгендіктен деп айтады. Питерге бұл өте ауыр еді. Сонымен қатар, мұғалім Питердің ауытқуы туралы директорға хабарлайды. Ол ата-анасының шамадан тыс қамқорлығы оның психологиялық проблемаларын тудырады деп санайды. Сол көшеде қыз баланың жоғалып кеткені туралы да әңгіме болады. Питер жертөледегі қызды шақырып, бітелген кіреберіске жалғанған шынжырды тапты. Қоқыстарды жинағаннан кейін, ол төменде тағы бір жабық кеңістік тапты. Оның астында қозғалыссыз жатқан кішкентай бейнені байқайды. Питер төмен үңіліп қарайды. Питерге алаңдаған мұғалім оның қайда екенін сұрау үшін үйге келді. Әкесі оны енді мектепке жібермейтінін, және анасы оны үйде оқытатынын айтты. Мұғалім Питердің қайда екенін сұрағанда, ата-аналар оны жасыруға тырысты. Мұғалім Питердің қауіпте екенін сұрады, ал анасы оның істегендерінің бәрі Питердің игілігі үшін деп мәлімдеп, эмоцияға берілді. Сонымен қатар, Питер жертөледе мұғалімнің даусын естіп есікті бар күшімен қақты, бірақ есік сырттың тоңазытқышпен жабылған, ал кір жуғыш машинаның дыбысы қағуды жасырды. Сол түні ол қабырғалардың ішінен қыздың дауысын тағы да естіді. Қыз оған ата-анасынан абай болуды ескертті, олар өздері ойлағандай емес екенін айтты. Питер қызды көруді сұрады, ата-анасына айтпауға уәде берді. Қыздың жетегінде ол түсқағаздың бір бұрышын жыртып ашып, қолының қалыңдығындай тесік тапты. Ішіне қараған ол ештеңе көрмеді, бірақ доблақтырды. Кенеттен бір көз пайда болып, оны шошытты. Қыз оның әпкесі екенін және ол жасырын есіктегі сағатты жылжытуға үлкейгенде қашып кетуге көмектесетінін айтты. Ол сондай-ақ оған ата-анасының зұлым екенін және қорқынышты құпияны одан жасырғанын айтты. Ұйықтап қалғаннан кейін Питер кенеттен есікті қағып жатқанын естіді. Ол орнынан тұрып есікке қарап анасының атын атады.
you've done to your mother, Peter. Бұрыштан әкесінің анасына не істегенін сұраған дауысы естілді. Анасы оған қарай қорқынышты түрімен жүгірді. Ал Питер қорқыныштан айқайлады. Бұл жай ғана түнгі қорқыныш еді. Келесі түні Питер қыздың ата-анасы оны жек көретінін және қабырғаға қамап қойғанын айтты. Егер Питер оларды ашуландырса, ол да өзі сияқты қамалып қалатын ескертті. Питер оған сенбеді. Қыз оған Асқабақ бағында адамның бас сүйегі бар екенін айтты. Бақшада Питер адамның бас сүйегін қазып алған сәтте анасы келіп қалды. Питер тез топырақпен жауып, Асқабақты құшақтап ештеңе болмағандай тұра қалды. Осыдан кейін Питер оған сене бастайды. Бақшадағы бас сүйек жоғалып кеткен қыздікі екенінен көз жеткізді. Питер ұзақ уақыт ойланып отырды. Енді әрекет жасамаса әпекесі сияқты ол да қамалатынына көзі жетті. Питер әпекесін құтқарып екеуі бұл зұлым отбасынан қашуға бел буды. Ол мұғалімнен көмек сұрағысы келді. Сол сәтте анасы келіп қалды. Питер телефонды қоя салды. Көп ұзамай мұғалім телефон қайтарып звондап Питердің анасымен сөйлесті. Питердің мұғалімді сағынып даусын естігісі келіп қоңырау шалғанын түсіндірді, әрі ұялып телефонды қоя салғанын айтты. Анасы телефонды қоя салып Питерді жұлқылап өз бөлмесіне алып келді. Мұғалім өздері сияқты Питерді жақсы көре алмайтынын айтты. Анасы керегедегі тесікті көріп қол аяғы дірілдеп қалтырап жүре алмай қалды. Анасы қатты ашуланып Питерді сырттан қамап, оған әкесі келгенде сазайын беретінін ескертіп айтты. Түнде қыздың дауысы тағы естіледі. Ол Питерге ата-анасының сөйлесіп жатқанын, олар екеумізді өлтіргісі келетінін айтады. Питер төмен түсіп оларды бақылап отырады. Кенеттен анасы оны сезіп қояды. Питердің өтірік ұйықтап жатқанын әкесі біліп оны азанда ертерек бақшаға келуін бұйырады. Питер азанда әкесі оны өлтіріп бақшаға көмеді деп ойлайды. Бірақ ол ойлағандай болып шықпады. Әкесі тек оны Асқабақтың шірігенін жинауға шақырған екен. Әкесі екеуі шірік Асқабақтарды көмеді. Хеллоуингі кешкі ас. Кенеттен көшеде жүрген балалар конфет сұрап есік тақылдатады. Анасы орнынан тұрып оларға айқайлап қуып жібереді. Питер ата-анасының сорпасына егеу құйрық уын құйған. Әкесі сорпаның дәмі дұрыс емес екенін байқап, Питердің бірдеңе қосқанын түсінді. Сырттағы гаражға қарады. Tell me, what did you do? You hurt my sister. What did you say? Әкесі уды түсініп, анасына 911-ге қоңырау шалуды айтты, бірақ кеш болды. Әкесі қан құсып құлап түсті. Анасы пышақ алып, Питердің соңынан қуды. Қорыққан Питер әрекет үстінде ұсталды. Баспалдақтан анасы аяғынан ұстап, оны айқайлатты. Анасы да қан құсты. Питер оны баспалдақтан тепті, қолындағы пышақ кеудесін қайғылы түрде тесіп өтті. Питер анасының белінен кілттерді алды. Кенеттен анасы көзін ашып, оны шығарма деп айғайлады. Қорыққан Питер кілттермен жоғарыға жүгірді. Питер сағатты қағып, артында кішкентай есікті тапты. Оны ашқанда, қыздың нәзік дауысы кенеттен ауыр тынысқа айналды. Питер бірдеңе дұрыс емес екенін түсініп, артынан қорқынышты күлкіні естіп, қашып кетуге бұрылды. Ол бөлмесіне жүгіріп барып, есікті құлыптады. Қараңғылықтан ұзын, жіңішке қол шығып, Питерді жұмысы үшін мақтап, ата-анасының қайтыс болғанын қалай сезінетінін сұрады. Сол кезде есік қоңырауы соғылды. Есік алдында бірнеше бетперде киген қонақтар тұрды. Қыз ата-анасының денелерін жасырғаннан кейін, есік автоматты түрде ашылып, қаруланған қонақтар бөлмеге кіріп, Питерді іздеуге бөлінді.
бетперде киген бір адам сынған пианинодағы шашты байқап, заттарды ұра бастады. Бұл біреудің оның артында жасырынып тұрғанын білдірді. Ол тергеуге жақындағанда қыз оған шабуыл жасады. Аяғы сынған бала кездейсоқ Питердің анасының денесін тауып алды. Бірақ ол әрекет ете алмай тұрып, қыз оған шатырдан шашымен шабуыл жасады. Төсектің астында тұрған Питер әпкесінің қабырғадан оған қарай жылжып келе жатқанын бақылап, дыбыс шығара алмады. Әпкесі Питерге ата-анасының оның дүниеге келгеніне қатты қуанғанын, Питер жылы төсекте ұйықтап жатқанда ол өрмекші торлары мен егеу құйрықтардың арасында азап шекті. Ол Питерді сағаттың артындағы кішкентай есікке қамап қойып, оған осынша жылдар бойы бастан кешірген ащы дәмін таттырды. Алдыңғы телефон қоңырауынан бірдеңе дұрыс емес екенін сезген әйел мұғалім есікке барып, бөлмеде көптеген мәйіттерді тапты. Питердің жүгіруге шақырған дауысын естіп, ол дыбыстың соңынан жатын бөлмеге қарай бет алды. Есікті шкафпен жауып тастады. Содан кейін ломмен қабырғадағы үлкен тесікті сындырып, Питерді құтқарып, алдыңғы есікке қарай жүгірді. Ол шыққан бойда Питердің айқайы артынан жаңғырып естілді. Оны әпкесі тағы да сүйреп әкеткен еді. Бұл жолы әпкесі оны жертөледегі жабық кеңістікке қамап, өрмекші сияқты оған қарай жорғалап. Питердің өзінен айырмашылығына қызғанды. Мұғалім әйел жертөлеге батыл кірді, бірақ әпкесінің ұзын, жайылған шашы оны сүріндірді. Ол қатыгездікпен өлтірілгелі тұрғанда, Питер әпкесінің шашының шұңқырға түсіп кеткенін байқады. Ол бірден оның шашын ұстап, жоғары көтерілді де, бірге әпкесін шұңқырға ұрып, қамап қойды. Әпкесінің дауысы қайтадан жұмсарып, ол мен Питердің қаны бір екенін, және әлемдегі жалғыз отбасы екенін айтты. Содан кейін оның дауысы қартайып, Питер әр түні есікті жабуды ұмытпауы керек екенін, және түнде естіген әрбір дыбыс оған оны еске түсіретінін айтып, оны қарғады. Соңында ол, мен әрқашан сенімен бірге боламын, мәңгілік деді.